Сәлеметсіздер ма? Барша құқық қорғау органдары өздеріңізден көмек сұрап отырған жайым бар. Атым Дария Шеризатқызы, Қазақстан азаматы боламын. 7 айдың 23 күні жолдасым Әлімнұр Тұрғанбайұлы машина айдап Қаржат шекарасынан өткен еді. Сағат 6-дан кейін хабарласпадық. Таңертең сағат 7-де бір бала телефон ұрыпты, осындай Әлімнұрды ұстап әкеткен күйінше сақшылардың қолында дейді. Сол себептен өздеріңізден сол құқық қорғау органдарының бәріне көмек сұрап отырмын. Біреудің машинасын айдап кірген еді шекараға. Сол жанбағыш үшін айдап жүрген. Бұндақта бұдан бұрын 2016-тан кейін өтпеген. 2017 бір өтіп кеп тұрасында, сонан кейін өтпеп еді. Осы жолы сонымен не себептен ұсталғанын өзіміз білмей тұрмыз. Барлық қорғау органдарынан өздеріңізден көмек сұраймыз. Сәлеметсіздер ме? Мен Әлімнұр Пейір, Тұрғанбай Әлімнұрдың қызымын. Әкемді 7 айдың 23-і 2025 жылы ұстап кетті. Не себептен кеткенін білмейміз. Шапшалы шекарасынан ұстап кетті. Әкем жанбағы үшін осы Қытайға өтпекші болған. Бірақ Шапшалы шекарасы ұстап кетіп, қазір сақшылардың қолында. Барлық әкемнің аты Тұрғанбай Әлімнұр, менің атым Әлімнұр Пейіл. Мен оның қызымын. Барша құқық қорғау орталығына көмек сұраймын. Әкемді шығарып берсеңіздер сақшылардың қолынан.